Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа сақтауға арналған керемет табиғи соктың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, менімен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен бізге осындай өрік қажет болады. Өріктерімді тазалап жуып алғаннан кейін ортасындағы сүйегінен ажыратып шықтым. Сүйектерінен ажыратып болғаннан кейін менің өрігім 5 килограммдай болды. 5 килограмм өріктен менде 11 литр сок шықты. Бұл жерде өріктің езілген түрлері де жарай береді. Қазір барлығын блендердан өткізетін боламыз. Өріктерінің барлығын сүйегінен ажыратып болғаннан кейін осындай блендердің көмегімен жақсылап өріктерімізді езіп пюреға жасап аламыз. Егер сіздерде блендер болмаған жағдайда ет тартқыштың көмегімен де өткізіп жіберсеңіздер болады. Блендермен өткізіп жатқанда сіздердің өріктеріңіз кішкене құрғақтау болатын болса, үстінен кішкене су құйып жіберсеңіздер де болады. Сол кезде блендердан тез өтетін болады. Барлығын өткізіп болғаннан кейін бізде осындай пюре сияқты сұйықтық пайда болды. Осыны арнайы кеңдеу ыдысымызға салып аламыз. Одан кейін осы өріктің үстіне 2 есе су құямыз. Шараны толтырмай тура өріктің көлемінде етіп 2 шара үстінен су құйып алдым. Су құйып болғаннан кейін ожаумен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін сүзгіштің көмегімен жақсылап видеода көріп тұрғандай етіп сүзіп аламыз. Бұл кезде бізде сүзгіште өріктің тамырлары, қабықтарының барлығы қалып кетеді. Осыны бөлек алып тастайтын боламыз. Міндетті түрде сүзгіштен өткізіп аламыз. Егер өткізбейтін болсақ, сокты ішу барысында бізге ыңғайсыз болуы мүмкін. Енді жаңағы кеңдеу ыдысымызға сүзіп болған барлық соктарымызды құйып шығамыз. Содан кейін қайнатуға қалдыратын боламыз. Осы кезде оттың астын қатты қойып, бір қайнатып аламыз. Согымыз бір қайнап шыққаннан кейін бетіне көбіктері түсе бастайды. Көбіктерін міндетті түрде ожаумен барлығын дерлік алып тастаймыз. Көбіктерін алып болғаннан кейін үстінен 1 кило 200 граммдай қант қостым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қоса бересіздер. Егер қатты тәтті болғанын қаласаңыздар, көбірек қоссаңыздар болады. Қантымызды қосып болғаннан кейін 15-20 минутқа тағы да бір қайнатуға қойып қоямыз. Арасында асты жабысып қалмас үшін осылай қозғап тұру керек болады. Өріктеріміз бір қайнап болғанша банкілерімізді стерилдей береміз. Мен осындай мантаваркада 15 минуттай стерилдеп алдым. Ал шәугімге банкінің әрқайсысын булап стерилдеп алатын болсаңыздар, 4-5 минут тұрса жеткілікті. Банкінің қақпақтарын қайнап тұрған ыстық суға 15 минут салып қойдым. Одан соң қайнап тұрған сокты ыстық күйінде банкылардың барлығына құйып шықтым. Бетіне қақпағын жауып, банкі бұрайтынмен бұрап шығамын. Менде осындай банкыны жапқыш болды. Ручкасынан ұстап, айналдыра отырып, банкымды жауып шықтым. Жауып болғаннан кейін оны тексеріп аламыз. Банкымызды жерге жатқызып, осылай әрі-бері қозғайтын болсақ, біздің банкының аузынан ешқандай да су ақпау керек. Бұл банкының аузының дұрыс жабылғандығын көрсетеді. Барлық жабылған банкыны жылы күйінде үстін жылы орап қоямыз. Осылай менде бір күн тұрды, бір күннен кейін орнына жайғастырдым. Міне бізде өте әдемі дәмді сок дайын болып шықты. Ең бастысы 100% табиғи сок. Алдағы уақытта көптеген банкі жабудың рецепттерімен бөлісетін боламын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.